Қайырлы күн достар. Бүгін біз қант қуыратын боламыз. Яғни қантты қалай қуыру керектігі туралы менің видеомнан көре алатын боласыздар. Қызып тұрған қазанымызға осылай қатты қыздырып алуымыз қажет. Яғни мына жақтары өсіп қызару керек қазанымыздың. Сол кезде үстіне қантымызды саламыз. Қантымыз саламыз да тиіспейміз, яғни оны астынан бастап өзі ери бастауы қажет. Мінекей видеода көрсетілгендей уже асты еріді. Енді жаймен оны араластырамыз. Қантымыз сары түске енгенше осылай жай араластырып тұрамыз. Достар, менің каналымды көрмес бұрын менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Және менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Осылай жай араластыра бастаймыз. Уже қантымыз астынан ериді. Әбден сары түске енгенше осылай жақсылап араластырып отырамыз. Құрамына өте ондай көп заттар қажет болмайды. Бар болғаны қант пен 4 ас қасық сүт қосылады. Қазір описанияға жазып қалдыратын боламын. Қантымыз бұл жерде жабысып қалмау керек, сондықтан әр жерінен өсіп араластыра отыра үстін астына қарай өйстіп араластырып аламыз. Бізде барлығы сары түске енуі қажет. Сол кезде үстіне 4 ас қасық сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйғаннан кейін тез араластырамыз. Осылай көпіршіп сондай болады. Сондықтан тез араластырып аламыз. Мінекей түсі өте күшті болып шығып жатыр. Біздің қантымыз дайын болып қалды. Мінекей жан жақта қарасаңыздар уже көпіршіп сондай болып жатыр. Жақсылап араластырамыз. Кез келген шұңғыл ыдысқа аударуға болады. Мен шағын табаққа аудардым. Табағымызға салып 1-2 сағат қатқанша қойып қоямыз. Осылай беттерін басып, тез бетін басуымыз қажет. Сол кезде бір-біріне жабысып тұрады. Мінекей біздің қантымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Егер менің каналым ұнап жатса, лайк, комментарий күтемін.